сәлеметсіздер, құрметті ата-аналар, құрметті қадірменді қонақтар, ұжым, біздің шәкірттеріміз. Мына бүгін ерекше күн. Өзі ана туралы, анасы бар адамдар еш уақытта қартаймайды деген неше түрлі жылы бәріміз анадан жаралдық. Сіздер де мінекей алдыңызға ана болып келіп отырсыздар, студент болып отыр балаларымыз, ұл-қыздарымыз. Әрине, мына бүгінгі тақырып тәрбие сағаты өте қажет тақырып. Тәрбие сағаты білесіздер, қазір мынау заман емес, адамдар өзгеріп отыр. Сондықтан ондай тәрбие сағаты осында ананың қасиетін, ананың қадірін біз білуіміз керек, бойымызға сіңіре жүруіміз керек. Қазір анасына қарамай кеткен азаматтар, азаматшалар көп ондай. Мен өз басымнан өткен, мына қарттар үйін ашқым, сол кезде Маржан Қазыбаевна біледі, ол кезде бұл кісі үлкен қызметте болған, главврач болған, бас дәрігер, одан қала әкімінің орынбасары, сөйтіп солда балалар тастап кеткен ата-аналар болды, сондай мойындаймын. Ол енді ана бір бөлмені шоқынатын бөлме, бір бөлмені намазхана алып, сол кезде апай біледі, Маржан апай. Сөйтіп ол неден өтіп кетті ғой, көз жастары көл болып сонда аяйтын тұғыммен. Алла содан сақтасын. Мінекей тәрбие өз жемісін беру керек. Сондықтан мына шәкірттер біз бекер ұйымдастырып жатқан жоқпыз осы колледжде. Енді біле білсеңіздер, мына отырған жаңа апайларымыз міне Маржан Қазыбайқызы қалаға еңбегі сіңген әлеуметтік экономикалық дамуына, мына денсаулық сақтау саласында әсіресе көп, мынау жансая шипажайын балалардың сауабын алып емдеп үйіне қайтарып, сондай жерде келелі істермен айналысып, осы Байылдар ауылының әкімі болды кейіннен. Ол жерде де жақсы шаруалар жасап, халықтың мұң-мұқтаждығында біраз нәтижеге жеткізді. Одан кейін Айзат апайымыз бүкіл осы білім саласында ұстаз болып, жүректің батырлық сезім ақындығы шын ұстаз деп білеміз. Себебі ол кісі қолөнер шеберінің ұстазы. Қазақта айтады, сен кім болсаң ол өзің шебер маманы болды. Бұл апайымыз шебер маман, мен қызметтес болды 12 мектепте бас жүріп жүргенде. Бұл кісі мынау сызу еңбек, әсіресе бейнелеу өнер пәнінен жаңағыдай қолына шебер жасайтын апайымыз, ұстазымыз. Гүлзар апайымыз қалаға еңбегі сіңген. Гүлзар апай кім десе бәрі біледі қалада. Бұл кісі де бұлай қалған жоқ. Бұл кісі де қаламыздың әлеуметтік экономикалық дамуына үлкен үлесін қосып, қазір алқа мүшесі. Сондықтан қадірменді ата-аналар, әсіресе мына бүгін біздің қонақтар, қадірменді ұстаз апайлар, әжелер алқасының басшылары деп айтсақ, мүшелері, мына балаларға жақсы тәрбие беріп, жаңағыдай Абай атамыз айтқандай, кетік дүниеге кетігін тауып арқалануға. Сол жақтарын айтып маған. Ешқандай адамға бір жаман ойы, арамдығы жоқ. Сол жақсылығы. Маған өте қамқор, бала-шағама да өзіме де. Сондай. Сіз айтсаңыз енді. Менің атым Назарбек. Мен қызым Құндыз, екінші қызым. Негізі көп балалы анамын мен. Несін айтамын, бәрінің өздерінің қылықтары бар. Бәрі өзінің үшін енді тәттілік. Бұларды енді қайсы Ерекше жағы қалған шығар енді қанша деген онда? Ерекше жағы болғанда бірінші мектепке барған кезі есімде қалған. Сол тіл деген сөзді оқи алмай, соны бір өзімізге алғанбыз. Алғанбыз десеңізші, өте керемет. Оның өзі де еске түсіру деген одан бір қуаныш. Собраниеде часто уверен, часто всего было. Собраниенің бір жағын алынғаны осы действительно сіз айтқандай ата-ананың уәжіне қазір суып барады да балалар. Енді сөзімнен бір тема ауысып кетті. Мына бала туылғанның өзіне қуанғанымыз. Оны қолымыздан көтеріп, емдету дегенде қолдан түсірмей. Сол туылғанның өзіне қуанып енді қазір Аллаға шүкір ғой. Енді бір жағдай болады ғой, жаман дүние қой, есіңізде қалып кеткен бір қылығы. Қылығы ма? Оның бірінші қылығы бірінші қадам басып жүргені бірге болған. Потом бірінші сөзі мама дегені, солар бәрі есімде сол.
онда бір қуаныштық жақсы. енді не дейміз, мына келді оқуға түсті, мысалы құда қаласа университетте, енді солардың оқуын бітіріп ниеттерің бақытты болсын. Перзенттеріңіз үшін жүректеріңіз үлбіреп келіп отырсыздар. Ана асыл жандар деп босқа айтылмаған. Сіздер барлықтарыңыз бір-бірінің асылысыздар. Енді мына болашақ қыздарымыз да сол болашақ аналар. Мінекей, айтады ғой қазақта, анаға қарап қыздың ұяты, атаға қарап ұлдың ұяты. Сондықтан айналайын мынау еліміздің гүлдері. Қыз өссе елдің көркі, гүл өссе жердің көркі деп жатады, е? Сол гүліміз біздің. Осы гүлдер еш уақытта өздерінің реңін бермей, болашақта үлкен бір-бір маманның иесі болып, мынау керемет оқу орны. Бұл жерде барлық мамандықтарды қамтиды. Бұл жерден жақсылап білім алсаңыздар, ешқандай да басқа оқу орындарынан бұл оқу орны кем емес. Қайта жоғары демесек сол колледждердің арасында. Мен өзім бұл жерде де біраз жұмыс істесем, қызмет істеп кеттім, иә. Алғашқы өнерді үйретеді бұл жерде. Сондықтан айналайындар, осы білімге ден қойыңыздар. Мына аналарыңыздың еңбегі ақталсын, айналайын. Аналар, сіздердің еңбектеріңіз ақталып, осы перзентім деп сондай керемет жүрістер ғой енді шырылдап.